Так, енді бүгін біз 8-ші тарау маневр жасау деген тақырыпқа байланысты билеттердің жауабын беретін боламыз. Мына картинкада қазір бірінші мен немді курсорымды алайын. Бұл картинкада көріп тұрғандай, мынау қай жерден кері айлануға рұқсат дейді. Қарасақ, сызық үзілмеген, сондықтан үшеуінен де айланып кетуге болмайды. Үшеуі де бізге болмайды. Сондықтан үшеуін де болмайды деп қоямыз. Яна бұның жауабы. Так, мұны алып тастайын, жоғарырақ кішкене. Так, мен жауабын дұрыс қоймадым, разрешается деген қойып қойдым. Ну, не важно, үшеуі де болмайды. Так, келесі сұрақ. Мына автобустың аялдамасында кері айлануға бола ма дейді. Есімізге түсіретін болсақ, жалпы адамдар жүретін жерде кері айлануға болмайды, яғни бұл жерде болмайды деп қоямыз. Келесі сұрақ. Мына көрсетілген траекторияның қайсынан кері айлануға болады? Біз ережеге сүйенетін болсақ, кері айлану үшін ең соңғы жолақтан айлану керек. Мына картинкада қарасақ, бірінші және екінші жолағы, яғни бұл жерден айлануға болмайды деп қоямыз. Мынандай жолда поворот жау керек па дейді. Бұл деген ешқандай бұрылыс емес, бұл жолдың өзі ыңғайы солай, ирек жол, яғни біз деген келе жатқан жолағымызбен келе жатырмыз. Біз сол жолмен жүріп келатырмыз, басқа жолға ауысып жатқан жоқпыз. Сондықтан бұл жерде поворот жаудың керегі жоқ деп қоямыз. Келесі сұрақ. Біз деген шеңберге кірген кезде оң жақ поворотты жағуымыз керек па дейді. Негізі біз кольцоға кіргенде міндетті түрде оң жақ поворот жағуымыз керек деген ол ереже бар. Бірақ ол ереже ескі, көп мемлекетте оны қолданбайды, бірақ бізде ескі ереже сақталған, сондықтан иә деп қоямыз. Мына суретте жүргізуші қолын созып бір жаққа шығарып тұр. Ол не айтып тұр бізге? Ол деген сол жақ поворотты жағам деп айтып тұр. Яғни орнынан қозғалам. Орнынан қозғалған кезде поворот жағады. Сондықтан бірінші жауап. Келесі сұрақ. Жол қиылысында арт жақпен жүруге бола ма? Енді біз еске түсіретін болсақ, ережеде болмайды. Егер өтіп кетсек байқамай, онда арт жаққа жол жоқ деген сөз. Мына шеңберге жетпей айланып кетуге бола ма дейді. Мына белгіге қарайтын болсақ, өйткені бұл шеңберлі жол қиылысы айналмалы деп айтамыз, не болмаса, ол да жол қиылысы. Жол қиылысының ішіне кіріп айлану керек. Себебі мына шеңбердің іші ол бірақ бағыттағы жол. Яғни былай жүрсек, біз қарама-қарсы бағытқа жүргенмен тең болады. Сондықтан біз айлану үшін шеңбердің ішіне кіріп айлануымыз керек. Мына белгіге қарап тұрсақ, сондықтан болмайды деп жауап береміз. Келесі сұрақ. Қай бағытқа жүрсеңіз болады дейді. Егер мына белгіге қарасақ, бұл жолақта тура да жүруге болады, және солға да жүруге болады. Оған келісесіздер. Бірақ бұл жолақпен кез келген уақытта солға бұрылуға болмайды деп айтқанбыз. Болады қандай жағдайда? Егер мына ең шеткі жолақта машина бар болса. Енді мына суретке қарасақ, мына жерде машина бар. Сондықтан біз тура да жүре аламыз, және солға да жүре аламыз. Тура және солға деп жауап береміз. Келесі сұраққа қарайық. Көпірдің үстінде арт жаққа жүруге бола ма дейді. Көпірдің үсті ол шектелген, жаңағы ені шектелгеннен кейін ол арт жаққа жүру өте қиын маневрдің бірі. Сондықтан бір жүргізуші тәжірибесі
бар болуы мүмкін, біреудің тәжірибесі аз болуы мүмкін. Сондықтан жалпы тыйым салып тастаған, көпірдің үстінде арт жақпен жүруге болмайды деп. Қай траекториямен кері айланып кетуге болады? Егер біз еске түсіретін болсақ, жол жаяу жүргінші өтпесінен, яғни пешеходный переходтың үстінен айлануға болмайды деген біздің бір пунктіміз бар. Соған байланысты мына жерде бірінші және үшіншіден айлануға болады. Мына зебраның үстінен болмайды. Жауап 1 және 3 деп қоямыз. Келесі сұрақ. Жеңіл машинаға орнынан қозғалуға бола ма дейді. Орнынан қозғалған мүмкіндігінше болмайды, бірақ алайда мына жерде бірнеше жолақ болғаннан кейін, ол егер мына жүк көлігіне кедергі жасамайтын болса, онда ақырындап қозғала берсе болады. Егер мына жүк көлігі оң жақ поворотын жақып келе жатса, онда қозғалмай тұру керек. Раз ол жақпай келе жатыр, яғни осы жолақпен кетіп бара жатыр, бұл ақырындап қозғала берсе болады деп қоямыз. Қай бағытқа жалғастыруға болады қозғалысты? Светофорға қарайтын болсақ, қызыл жанып тұр, бірақ сол жаққа стрелка жанып тұр. Белгіге қарайтын болсақ, соңғы жолақ солға, мына жолақ тура солға дейді. Яғни біз тура жүре алмаймыз, әрине қызыл жанып тұр, бірақ солға жүрсек болады. Кері айлануға болмайды. Кері айлану үшін мына соңғы жолақтан жүру керек. Сондықтан мына жолақтан біз солға жүре аламыз. Так, солға деген жауап бар. Ары қарай кеттік. Егер сіз басты жолдың бағытымен жүріп бара жатсаңыз, сол жақ поворотты жағуыңыз керек па дейді. Әрине жағамыз. Өйткені біз деген поворотты не үшін жағамыз? Жолақтан жолаққа ауысу үшін, немесе жолдан жолға ауысу үшін, сол үшін деп айтқанбыз. Сондықтан бұл жерде бір жолдан екінші жолға ауысып отырғандықтан жағамыз. Қай траекториямен бұрылған дұрыс дейді? Осы көрсетілген екі траекторияның қайсысы дұрыс дейді? Бірінші мынаны қарап көрейік. Бұл траекториядан солға бұрылуға болмайды. Мына сызықта айтылған тура және солға деп, алайда оған олай істеу үшін мына жерде машина болу керек. Егер бұл жақ бос болса, онда мынаны бұрылу үшін пайдалануға болмайды. Негізгі жолақ ол тура жүретін жолақ. Яғни мына бірінші траектория дұрыс емес. Екінші траектория қарайтын болсақ, ол да дұрыс емес. Себебі мынау сызық үзілмеген. Егер үзілген сызық болса, онда мына жаққа ауысып барып бұрылып кетсе болатын еді. Дәл қазір ол үлгермей қалды деп түсінеміз да, яғни бұндай жағдайда екеуі де дұрыс емес деп қоямыз. Екеуі де болмайды, ол төртінші жауап. Мына көріністе кері айланып кетуге бола ма дейді. Егер мына бұрылысқа дейін 100 метрден артық болса көрініс, онда болады. Жауап 1. Мына жүргізуші қолын былай қарай созып тұр. Ол не айтып тұр бізге? Ол бізге солға бұрылам, немесе кері айланам деп айтып тұр. Сондықтан повернуть налево, выполнить разворот деймі? Осыны қоямыз. Келесі сұрақ. Біз тұрғын аймақтан шығып бара жатырмыз, аркаға қарай. Біз солға бұрылып жатсақ, алдымыздағы машина ол оңға бұрылып жатыр. Екеуміз бір-бірімізге тақалып қаламыз, кім-кімге жол береді дейді. Ондай жағдайда біз жол береміз. Себебі біз солға бұрылған кезде оң жақтан кедергі болады біз үшін. Сондықтан біз ол көлікке жол береміз. Сіздің бұл жерде қалай істейсіз? Егер мына жаққа қарай оң жаққа кеткен кезде сіздің әрекетіңіз қандай дейді? Бұл жолақтың аты не деп аталады? Мынандай белгі қояды, немесе бұл қосымша оң жақтан пайда болатын жолақ. Не болмаса
тежегіш жолағы дейді. Яғни біз деген оң жаққа бұрылу үшін қатты жылдамдықпен бұрыла алмаймыз ғой. Сондықтан біз тежегішті басамыз. Яғни тормозды басамыз, Ал енді бұндай арнайы жолақ бар жерлерде негізгі жолақтың үстінде тежегішті басса болмайды. Бұл сол үшін жасалған. Яғни біз деген бірінші поворот жағып мына жолаққа ауысамыз. Бұл нөлінші жолақ дейміз, сол нөлінші жолақта ғана тежегішті баса бастаймыз. Мына жерде соны айтып тұр, жолақты ауыстырмай тұрып, не меняя полосы дейді. Бұл дұрыс емес. Не меняя скорости деген дұрыс. Яғни жылдамдықты өзгертпей, келесі жолаққа ауысып, сол жерде ғана тежегішті басып жылдамдықты азайтсақ болады дейді. Яғни жауап бұл жерде 3. Мына жерде кері айланып кетуге бола ма дейді. Ереже бойынша бұрылыстағы көрініс 90 метрден артық болса ғана болады деген. Кешіріңіздер, 100 метрден. Ал бұл жерде 90 метр деп айтқаннан кейін болмайды деп жауап береміз. Қай жолақтан мына шеңбердің ішіне кірсе болады? 9-шы тарау бойынша біз кез келген жолақтан кіре берсек болады. Өйткені шеңберді біз жол қиылысы деп санадық қой, жол қиылысына кез келген жолақтан кіре береміз, сондықтан кез келгенден болады деп айта береміз. С любой полос дейді. С любой из полос. Келесі сұрақ. Мына екі көлік бір уақытта кері айланып жатыр. Кім бірінші өтіп кетеді? Кім оң жақта, сол бірінші өтіп кетеді. Оң жақта кім? Жүк көлігі. Яғни ол бірінші өтіп кетеді. Егер оң жағымызда көлік болса, біз оған жол береміз деген ереже бар. Помеха справа. Оң жақтағы кедергі деген. Сондықтан жүк көлігі бірінші айланып кетеді. Қай траекториямен солға бұрылған дұрыс? Әрине, мына траектория дұрыс емес, өйткені ол қарама-қарсы бағыт. 8-ші тарауда біз айтқанбыз. Солға бұрылған кезде біз ортаңғы нүктеге жетіңкіреп барып бұрылуымыз керек. Яғни біз ерте бұрылып кетсек, онда қарама-қарсы бағыттың территориясына кіріп кетеміз. Сондықтан 2-ші траектория дұрыс. Жеңіл машина бұл жерде не істеу керек дейді. Әрине, жеңіл машина жүк көлігіне жол береді. Себебі бұның келе жатқан жолағы ол қосымша 0-ші жолақ. Мынау бірінші негізгі жолағы. Яғни 0-дан 1-ге ауысқан кезде біз бірінші негізгі жолаққа жол береміз. Келесі сұрақ. Қай бағытта жалғастыра берсеңіз болады? Әрине, мына белгіге қарайтын болсақ, бұл жол қиылысында немесе оңға, немесе солға жүр дейді. Енді біз оң жақтағы жолақ болғаннан кейін әрине тек оңға ғана жүре аламыз. Мына жүргізушінің қайсы жол береді дейді. Мына көлік орнынан қозғалайын деп тұр, мына көлік тоқтайын деп жатыр. Әрине, негізгі жолақпен жүріп кеткен көлік жол береді. Өйткені мына көліктің тоқтап тұрған жері біз айтқанбыз, 0-ші жолақ дедік. 0-дегі жолақ әрқашан негізгі жолаққа жол береді деп жаңа ғана айтқанбыз. Сондықтан мына көлікке жол береді. Яғни кім орнынан қозғалайын деп жатыр, сол жол береді деп жауап қоямыз. Мына мотоцикл жүргізушісі не дейді бізге? Бұл солға бұрылам дейді, немесе кері айланам дейді. Налево и разворот дегенді қоямыз. Мына траекторияның қайсысы дұрыс дейді. Екеуі де дұрыс, себебі қарама-қарсы бағытқа шығып тұрған жоқ. Мынау қарама-қарсы бағыт, ар жағы дұрыс бағытта, яғни екеуі де дұрыс бола береді. Автобус, троллейбус аялдамасынан кері айлануға бола ма? Біз тақырып өткен кезде айтқанбыз, болмайды. Жалпы адамдар жүрген жерде арт жақпен жүруге болмайды, кері айлануға болмайды дегеніміз. Яғни болмайды деп жауап береміз. Мынандай жағдайда кім-кімге жол береді? Негізі бұлай істеуге болмайды. Шын негізінде бұндай кезде қызыл көлік сол жақ жолақтан сол жақ жолаққа түсу керек еді. Сары оң жақтан оң жаққа. Бірақ енді ережеде нақты
солай істе деп айтпаған. Ол жол жүру ережесінде. Ал енді қауіпсіздік ережесінде біз айтамыз. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін қай жолақтан бұрылдыңыз, сол жолаққа түсуге тырысыңыз дейді. Егер сіз шеткіден ба шеткеге түсіңіз, ортаңғыдан ба, онда бірге түсесіз. Мүмкін мына жерде тағы бір жолақ болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ алайда енді осылай жағдайлар жолда кездесіп жатса, кім кімге жол береді дейді. Кімнің оң жағында кедергі, сол жол береді. Яғни бұл жерде жол беретін қызыл көлік. Солай ғой, өйткені оң жағында сары көлік болғандықтан. Мына жерде енді екеуі бұрылып жатыр, дәл сондай жағдай. Бұлай да істеуге әрине болмайды, бірақ ондай болып жатса, сары көлік қызылға жол береді. Өйткені сарының оң жағында көлік бар екен. Біз мынаны айтқанбыз, адам жүретін өтпеден кері қарай жүруге болмайды. Егер ол жүретін болса, тек осы зебраға дейін ғана жүріп тоқтау керек. Яғни зебраға дейін деп қоямыз. До пешеходного перехода. Қай траекториямен бұрылған дұрыс? Қарап тұрсақ, екеуі де біздің бағыт екен. Яғни біз қарама-қарсы бағытқа шықпаймыз, сондықтан екеуі де дұрыс деп қоямыз. Сіз мына көлікке жол бересіз ба дейді. Яғни біз тура кетіп бара жатырмыз, өз жолағымызбен, мына көлік біздің жолаққа ауысам дейді. Жол беруіміз керек па дейді. Жоқ, біз жол беруіміз міндетті емеспіз, яғни жоқ деп қоямыз. Ортаңғы жолақтан қай жаққа жүрсеңіз болады. Бұл жерде түсінікті, белгіде айтып тұр, тура және солға дейді. Біз тура міндетті түрде жүре аламыз, және солға жүре аламыз, себебі мына жерде машина бар. Мына жерде машина жоқ болса, солға бұрылмайтын ек. Бұл жерде бар болғандықтан біз тура да жүре аламыз, солға да жүре аламыз. Прямо и налево деп қоямыз. Мына алдыдағы көлік жүргізуші қолын аспанға көтерді. Ол бізге қандай белгі беріп тұр? Егер қолын аспанға көтерсе, яғни ол тежегішті бастым деген сөз. Яғни бұл көліктің арт жақ лампылары жанбайды. Жаңағы стоп сигналдары жанбайды. Ол жол тоқтап жатырмын деп жатқан себебі, өйткені ол мотоциклға жол беріп жатыр. Сондықтан бізге сондай ескерту жасалады. Шеңбердің ішіне біз кез келген жолақтан кіреміз дедік. Бірақ шеңберден шыққан кезде кез келген жолақтан шығуға болмайды. Шеңберден шыққан кезде міндетті түрде оң жақ жолақтан шығу керек. Алматы қаласында өте авария көп болады, осы ережені сақтамағандықтан. Себебі шеңбердің ішінде кругпен былай шеңбердің ішімен жүре беруге болады. Мысалы үшін КамАЗ жүргізуші тура кетіп бара жатса былай қарай. Мынау көлікпен соқтығысады, солай ғой. Сондықтан шеңберге кіргенде бола береді, кіре беруге кез келген жолақтан. Бірақ шыққан кезде оң жақпен ғана шығу керек. Сондықтан бұл жерде ереже бұзып жатқан жеңіл көлік жүргізушісі. Біз тоннельді айтқанбыз. Тоннель деген көрінісі шектелген жер, яғни онда жерде тоқтауға болмайды, айлануға болмайды, және арт жақпен де жүруге болмайды. Болмайды деп жауап береміз. Сізге сол жақ поворотты жағу керек. Қай кезде сіз жағасыз дейді. Кері айланып кету үшін. Әрине біз кез келген маневр жасардың алдын ала поворот жағамыз. Бұл жерде енді біз кері айланып кету деп тұр сұрақта. Мына жерде солға бұрылуға болмайды. Ол түсінікті, бірақ бізге кері айлануға болады. Сондықтан біз деген сол жақ поворотты жағамыз, егер басқа көлікке жағаға шатыстырмайтындай болсақ деп тұр да мына жерде жауабы. Алдын ала жауға болмайды дейді, болады дейді, бірақ при этом басқаларды шатыстырмауымыз керек дейді. Яғни жауап 3. Егер мына жерден кері айланғыңыз келсе, мынандай траектория жасап айлансаңыз, қандай поворот жағасыз дейді. Оң жақ, сонан кейін сол жақ, или тек сол жақ па дейді. Әрине тек сол жақты ғана жағып бұрыламыз. Мына траекторияның қайсысы дұрыс? Әрине дұрыс біріншісі. Екінші траектория байқап тұрсаңыз, мына сызықтың ар жағына кетіп қалады.
яғни ол қарама қарсы бағыт. Сондықтан бірінші жауап деп айтамыз. Ары қарай кеттік. Қай бағытта сіз қозғалысыңызды жалғастырсаңыз болады? Біз деген екінші жолақтамыз. Әр жолақ тура жүруге рұқсат, әр жолақ. Және оң жақ жолақ оңға, сол жақ жолақ және солға болады. Енді біз екінші жолақта келе жатырмыз. Бізде қызыл светофор жанып тұр. Сондықтан біз не істейміз? Ешқайда жүрмейміз, тоқтап тұрамыз. Егер мына жолақта болсақ, біз оңға бұрылып кететін едік. Бірақ біз екінші жолақ болғандықтан ешқайда жүруге болмайды деп жазамыз. Мына көлік солға бұрылған кезде қай жолақты таңдайды? Үшеуін де таңдай берсе болады. Өйткені үшеуі де өзінің бағыты. Сізге солға бұрылуға бола ма дейді бұл жерде? Әрине болады. Мына көрініс 100 метрден артық болса, кері айлануға болады, а вот бұрыла беруге болады. Өйткені солға бұрылу деген ол жылдам маневр. Айыр кері айлану деген ұзақ маневр. Сондықтан кері айлануды сол себептен қауіпті деп 100 метр көрініс болса ғана рұқсат деп айтқан. А енді солға бұрылу ол негізі қиын маневр емес. Сондықтан болады деп жауап береміз. 8-ші тарауда оңға солға бұрылсаңыз, кез келген жолаққа шықсаңыз болады, ең бастысы қарама қарсы бағытқа шықпасаңыз дейді. Яғни бұның екеуі де дұрыс, екеуі де дұрыс. Алдымызда жолақ бітті дейді, яғни мына жол белгісі де айтып тұр, жолдағы сызықты айтып тұр, жолағыңызды ауыстырасыз деп тұр. Бұндай жағдайда оң жақ поворотты жау керек пе дейді. Әрине жағамыз. Мына жерде арт жаққа жүруге бола ма дейді. Біз жаңа айтқанбыз, автобус аялдамасы арқылы арт жақпен жүруге болмайды. Яғни жауап болмайды деп қоямыз. Жеңіл көліктің жүргізушісі не істеу керек осы жағдайда? Әрине ол өз жолағынан басқа көліктің жолағына ауысып жатыр. Яғни ол ауысып жатыр. Егер біз басқа көршінің жолағына ауыссақ, сол жолақта келе жатқан көлікке жол беруіміз керек. Яғни мотоциклға ол жол береді екен. Мынандай жағдайда екі көлік бір-бірімен орын ауыстырайын деп жатыр. Яғни бұлар жолақтарын ауыстырайын деп жатыр. Ондай кездерде кімнің оң жағында кедергі, сол жол береді. Яғни жол береді бұл жерде жеңіл машина мотоциклға. Не дейді мына жерде? Қандай? Бірінші мотоцикл, одан кейін барып автомобиль ауысады деп қоямыз. Егер сіз басты жолдың бағытымен кетіп бара жатсаңыз, оң жақ поворот жағуыңыз керек пе дейді. Әрине жағамыз, өйткені біз басқа жолға ауысып жатырмыз. Мына жолда кері жүруге бола ма дейді. Әрине болады, бұл ешқандай бұл жерде аялдама да жоқ, ешқандай бұл жерде темір жол жоқ, жаяу жүргінші өтпесе де жоқ, яғни жүре береміз, болады. Мына жерде арт жақпен жүруге бола ма дейді. Дәл сол сияқты болады. Бұл бір бағыттағы жол болса да, арт жаққа жүре беруге болады. Мына көрген көріністе қайсысы дұрыс дейді айланған. Мынау үшіншісі дұрыс емес, өйткені үзілмеген сызық. Екіншісі ол жаяу жүргіншілер өтпесі болмайды. Біріншісі үзілген сызық. Яғни бірінші траекториямен ғана кері айлануға болады екен. Туннелдің ішінде кері айлануға бола ма дейді. Біз ол туралы айтқанбыз, туннелдің ішінде болмайды деп. Мына екі траекторияның қайсысы дұрыс дейді. Мына жерде қарап тұрсаңыз оңға, мына жерде тура және оңға. Бұл жолақтан оңға бұрылуға болады қай кезде? Егер соңғы жолақта машина бар болса, соңғы біз керісіңіздер, шеткі жолақта. Дәл қазіргі картинкада бірінші жолақта машина жоқ. Сондықтан біз былай ауысып барып бұрылуымыз керек. Яғни траектория екі дұрыс болады.
Қар басып қалған көпірдің үстінде кері айлануға бола ма? Әрине, кез келген көпірдің үстінде болмайды. Бұл жерде жаңа қар басып қалды, жаңағы двойной сплошной сызықтар жоқ деп айлана беруге болмайды екен. Көпірдің ұшы шектелген, жаңағы шектелген ені айланам деген кезде машина тайып кетіп, тағы да басқа нәрселер болуы мүмкін. Көп жүргізушілер разворот жасаған кезде газды көп басып рульді бурамай қалады, сөйтіп апатқа түсіп жатады. Сондықтан тәжірибе аз болса, мұндай тар жерлерден, мына ережеде тыйым салған жерлерден кері айланудың керегі жоқ. Кері айлану туралы естеріңізде болар, бір келіншек кері айланам деп балабақшаның ішіне кіріп кеткен, қатты газ басып жіберді. Сондықтан ол эмоция түрінде кейбір адамдар қорқып кетсе газды басып жібереді. Соған байланысты оқымыстылар кейбір жерлерде тыйым салып тастаған. Сондықтан көпірдің үстінде кері айлануымызға жалпы болмайды. Мына траекторияның қайсысымен кері айлануға болады дейді. Біз деген айтқанбыз, егер жолдың үстінде трамвайдың жолы болса, трамвайдың жолын кей кезде біз жолақ ретінде пайдалансақ болады. Болады, егер ол жерде ешқандай белгі болмаса, жаңағы жолақпен жүру деген белгі болмаса, онда оны біз өзіміз жолақ ретінде санаймыз. Яғни, мына көрініс бойынша, мынау бірінші, мына екінші жолақ деп санасақ, онда біз екінші жолақтан кері айланғанымыз дұрыс. Яғни, бірінші траекториямыз дұрыс болады. Осы жағдайда қайда жүрсеңіз болады дейді. Әрине, белгі айтып тұр, тура және солға дейді. Алайда біздің сол жағымызда ешкім жоқ, сондықтан біз тек тура ғана жүре аламыз. Сіз оң жақ поворот жағып, мына жерге тоқтауыңыз керек. Енді сол поворотты қашан жағасыз дейді. Алдын ала жағасыз ба, или кейінірек жағасыз ба дейді. Енді жол жүру ережесіне сүйенетін болсақ, поворотты біз алдын ала жағуымыз керек дейді. Бірақ біз басқа бір нәрсені ескеруіміз керек. Егер біз басқа көліктерді шатыстырып жібермесек деген. Дәл осындай жағдайда мына жерде белгі тұр ғой, оңға бұрылуға болмайды. Біз деген алдын ала поворот жағып барып мына жерге тоқтаймыз десек, мына жүргізушіні шатыстыруымыз мүмкін. Ол ойлап қалуы мүмкін, біз оңға бұрылады екен деп. Ол деген жүріп кетсе, онда мына жерде апат болады. Сондықтан алдын ала жағу керек, бірақ егер біреуді шатыстырып жіберетіндей болсаңыз, онда жағуға болмайды дейді. Яғни жауап 2. Біз айтқанымыз, біз кері айланған кезде жаяу жүргіншілер өтпестен болмайды деп. Бұл жерде мына екі белгінің ортасы сол жаяу жүретін адамдардың жүретін жерді. Яғни біз асып барып, қиылысқа кіріп барып қана кері айланады екенбіз. Траектория 1. Мына жерде де дәл сондай. Бұл қай траектория дұрыс? Дұрыс болады екінші траектория. Өйткені қиылысқа кіріп барып айланғанымыз дұрыс. Өйткені бірінші траектория ол тротуардың жалғасы да, бұл жерде адамдар жүреді. Егер зебра жоқ болса, немесе знак жоқ болса, онда біз сол тротуардың жалғасын переход деп санаймыз. Яғни екінші траектория дұрыс. Қай жолақтан солға бұрыласыз дейді. Мына белгіге қарайтын болсақ, бір бағыттағы жол бітті дейді. Ол бітеді қай жерде? Жолдың ар жағында. То есть перекрестің ар жағы. Сондықтан біз бұл жол қиылысына дейін әлі бір бағыттағы жолда келе жатырмыз. Егер біздің бағытымыз тек осылай болса, онда әрине солға бұрылу үшін ең солғы жолақ мынанан бұрылуымыз керек. Яғни ең шеткі сол жақ жолақтан деп қоямыз жауабын. Алдымызда кедергі тұрса, айланып өту үшін сол жақ поворотты жағу керек па дейді. Әрине, жағу керек. Егер мына жерде жол тар болса, мынандай жағдайда мына топырақтан айланып кетуге бола ма дейді.
Өйткені біз ереже бойынша білеміз, кері айлану үшін жолдың ең шеткі сол жағынан айлану керек дейді. Енді алайда мына жерде екі ақ жолақты жол, мына жерден біз айлануымыз мүмкін болмауы мүмкін, сондықтан мына шеттен, яғни нөлінші жолақтан айланса бола ма деп айтқан. Әрине болады, егер біз мына ені тар болса және екі жақта көлікті жіберсек, яғни біздің бағыттағы бізге қарама қарсы келетқан көліктерді жіберу арқылы айланып кетсек болады екен. Яғни бұл жерде жауап болады 3 және 4. Жауап 6. Мынаған біз енді жауап бере аламыз. Егер трамвайдың жолы болса, онда трамвайдың жолын ең соңғы жолақ деп пайдаланамыз. Мына жерде бірінші жолақ, екінші жолақ, трамвайдікін үшінші жолақ деп, яғни осы траекториямен солға бұрылады екенбіз. Қай бағытта жалғастырсақ болады? Дәл осындай сұрақ болған, тек тура жүрсек болады, солға бұрылуға болмайды. Қай кезде сіз поворотты өшіруіңіз керек, егер мына автобусты басып озсаңыз дейді. Біз бұндай жағдайда бірінші жолақтан екінші жолаққа ауыса салысымен бірден өшіріп тастауымыз керек. Яғни біз маневрді уже бітірдік деп саналамыз. Немедленно после перестроения дейді, соны қоямыз. Осы көрсетілген траекториялар қайсысы дұрыс дейді? Екеуі де дұрыс емес. Себебі біз солға кері айлану үшін сол жақ жолақтан ауысуымыз керек. Ал мынау бірінші жолақ, мына жерде үзілмеген сызық, басуға болмайды. Сондықтан екеуі де дұрыс емес дейміз. Екеуі де дұрыс емес. Мотоцикл жүргізушісі сол қолын шынтағына бүгіп жоғары қарай көтеріп тұр. Яғни ол оңға қарай бұрылам деп тұр. Оңға бұрылғысы келіп тұр екен. Мынандай жолда кері айланып кетуге бола ма дейді. Әрине болады, егер мына жерде 100 метрден артық болса, егер бұл жерде жауабында болмайды, егер 100 метрден кем болса дейді. Қай жерде кері айлануға болмайды дейді. Осы көріністе. Әрине болмайды, темір жолдың үстінде, темір жолдың үстінде деп қоямыз. Мынандай жағдайда қай траекториямен солға бұрылуға болады? Енді бұл жерде қарасақ, нақты белгі қойып қойған. Бұл белгіде айтып тұр. Мына бірінші жолақпен тура оңға, екінші жолақпен тура солға дейді. Яғни екінші жолақтан солға бұрылу керек деген сөз. Мынау дұрыс емес. Яғни жауап екінші траектория деп қоямыз. 97 балл дейді 100-ден, яғни 3 қате кеткен дейді. Бір қатесін мен өзім дұрыс қойған жоқпын да, екі қатесі білмедім, ол компьютерден кетіп қалған шығар. Мен запрещается, енді разрешается деп байқамай бас жедім. Енді